Құрметті депутаттар, құрметті үкімет мүшелері. Ауыл партиясының депутаттары үкіметтің және жоғарғы аудиторлық палатының 2023 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерін фракция отырысында егжей-тегжейлі қарады. Фракция депутаттары есепті жылдың нысаналық макрокөрсеткіштеріне жалпы қол жеткізілгенін атап өтіп, сонымен бірқатар сыни ескертулер айтты. Біріншіден, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіруі 7,5%-ға төмендеген. Есептегі деректер бойынша өткен жылы ауыл шаруашылығы министрлігі 5 макрокөрсеткіштің тек біреуіне ғана, 9 нысаналық көрсеткіштің тек 5-іне қол жеткізген. Министрлік жүзеге асыратын 17 бюджеттік бағдарлама бойынша 71 тікелей нәтиженің тек қана 64-ін, ал 20 түпкілікті нәтижесінің 15-не ғана орындаған. Агроөнеркәсіптік кешенді жұмыс орындарын ашу көрсеткіші де орындалмаған. Мұндай жағдай 2021-2025 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыруға республикалық бюджеттен 247 миллиард теңге, жергілікті бюджеттерден 408 миллиард теңге, өзге қаржы көздері есебінен 354 миллиард теңге жоспарлағанына қарамастан орын алып отыр. Ал өткен жылдың қыркүйек айында аталған ұлттық жоба тіпті күшін жойған. Оны не себептерден болғанын ақпаратта жоқ. Айта кететін жайт, тәуелсіздік жылдары үкімет тарапынан агроөнеркәсіптік кешен саласында 12 мемлекеттік бағдарлама әзірленіпті. Алайда олардың барлығы жоғарыда айтылған ұлттық жоба секілді толықтай іске асырылмаған және себептері сарапталып, ешкімнің де жауапкершілігі қаралмаған. Біздің ойымызша, осындай жағдайға ауыл шаруашылығы министрлердің қайта-қайта ауысуы да бір себеп болып отыр. Тәуелсіздік кезеңнен бері салада министрлер 20 рет ауыстырылды. Енді міне, агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы қайта қабылданып отыр. Жуырда ғана 2024-2028 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мықты агроөнеркәсіптік кешен атты жаңа ұлттық жоба әзірленді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараты бойынша, оны жүзеге асыруға 15,5 триллион теңге қаражат қажет. Бұрынғы бағдарламаларды іске асыру тәжірибесін ескерер болсақ, кезекті ұлттық жобаның өміршеңдігі үлкен күмән тудырады. Осы орайда үкіметке қояр мынадай сұрағымыз бар. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламаларын сабақтастығы бойынша жүйелі шаралар қашан қабылданады? Следующее. Фракция партии АУЛ обращает внимание правительства на медленные темпы внедрения механизмов страхования в отрасли АПК. Так из отчета ВАП следует, что если в 2021 году было заключено 163 договора страхования, то в 2023 году всего 241 из 1372 запланированных. При плане страхования 770 тысяч га посевных площадей фактически застраховано 279 тысяч или 36%. Поголовье скота и птицы при плане 9,5 миллионов голов фактически 4 миллиона или 43%. Правительству необходимо принимать более действенные и системные меры по мотивированию субъектов АПК к применению всех возможностей системы страхования, либо с учетом расположения страны в зоне рискованного земледелия быть готовым каждый год изыскивать немалые средства для нивелирования климатических катаклизмов. Ауыл партия фракциясы депутаттардың бюджеттің орындалуына қатысты да ескертулер бар. Жоғарғы аудиторлық палата есебінен алынған бір мысал. 2023 жылы ауыл шаруашылығы техникасын лизингке алу бағдарламасына бөлінген 20 миллиард теңгенің Қазагрофинанс тек 23%-ын игеріп, 11 миллиард теңгені өзінің есеп шотында қалдырып отыр. Егер бөлінген қаражат осылайша игерілмейтін болса, онда президентіміздің тапсырмасына сәйкес ауыл шаруашылығы техникасын жылына 10%-ға дейін жаңартуға қатысты көрсеткіштерді қалай қол жеткізуге жоспарлап отырсыңдар. Дәл осы кейіпте Азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамы да ауа райы салдарынан зардап шеккен фермерлерді қаржыландыру үшін бөлінген 31 миллиард теңгенің 26 миллиард теңгесін игермеген. Пайыздық мөлшерлемелерін субсидиялау бағдарламасында да осындай жағдай. Уәкілетті орталық органдар қаражатты жергілікті бюджетке жіберіп, оны 100%-ға игердік деп мәз болып есеп береді. Ал жергілікті атқарушы органдар түрлі себептермен, оның ішінде немқұрайлық салдарынан қаражатты ауыл шаруаларына уақытылы жеткізбейді. Кейде тіпті агроөнеркәсіптік кешенге бөлінген нысанал трансферттерді өңірді басқа мәселелердің шешу үшін пайдалануға тырысады. Бізге шаруалардың төлем қабілетсіздігін, процестердің шектен тыс реттелуін, бюджеттен қаражаттар кешіктіріліп келетін және сол сияқты басқа да сылтауларды қаражаттың игерілмеу себептері ретінде түсіндіріп келеді. Ал жүргізілген талдау мұның бюджеттің сапалы жоспарланбауы мен дұрыс болжанбауының салдары екенін көрсетіп отыр. Үкімет басшылығы бұл мәселені барынша қатаң қолға алу қажет. Ауыл партиясының фракциясы үкіметке және ұлттық банкке аграрлық банкті құру жолымен агроөнеркәсіптік кешенді қаржыландыру жаңа тетіктерін және оңтайлы шешімдерін әзірлеу үшін бүгін ауыл шаруашылық вице-министрі Сұлтановтың атап өткен жұмыс тобын жұмысын нақты бақылауда ұстауды сұрайды. Нақты және ауыл тұрғындарына агроөнеркәсіптік кешеннен нағыз қажет шешімдерді қабылдайтын кез келді. Ауыл партиясының тағы бір ұстанымы: ауыл шаруашылығын дамыту үшін су ресурстары, өнеркәсіп, экология, сауда, экономика, қаржы министрліктерінің де қызметтері айтарлықтай зор. Бұл мәселе бойынша ауыл партиясының фракциясының қатаң ұстанымы бар. Ол Қазақстан үшін стратегиялық маңызды болып табылатын аграрлық саланы дамыту бағытында барлық министрліктер өзара үйлесімді. Регламент сақтауларын сұраймын. Депутат Егізбаевтың микрофонын тағы қосыңыздар бір.
Рахмет, құрметті төраға. Ауыл шаруашылығы министрлігінің бір өзі агроөнеркәсіптік кешен ел экономиясының драйверін айналдыру, сонымен бірге азаматтарымыздың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі шешуге қауқарсыз. Баяндамамды аяқтай келе, ауыл партиясының фракциясы үкіметтің есебін қабылдайды және оны бекітуге әріптестерді шақырады. Біз үкіметтің экономикалық сипаттағы ғана емес, сонымен қатар табиғи сипаттағы дағдарысты еңсеру жөніндегі барлық шараларды қабылдап жатқанын көріп отырмыз. Ауыл партиясының фракциясы халықтың әл-ауқатын жақсартуға және агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға бағытталған барлық іс-қимылдарға әрқашан қолдау көрсетуге дайын. Назарларыңызға рахмет.